Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 41-ші сабақ өнер таусылмас азық атты тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақ ұнаса сіздерге сабақ соңында лайк басып комментарий жазуды ұмытпағайсыздар. 41-ші сабақ өнер таусылмас азық. Мәтін мазмұнын әңгімелеп үйренеміз және де жоспар құрып үйренетін боламыз осы сабақта. Және бірінші тапсырма мақал мәтелдің мағынасын түсіндіріңдер дейді. Өнер көпке де жеткізеді, көкке де жеткізеді. Өнерлі бала елдің көркі, үкілі қамыс көлдің көркі. Өнерлі баланың 10 саусағы тең дейді. Бұл жерде балалар өнер дегеніміз таусылмас азық, адам баласынсы өнерлі болатын болса, ол кез келген жерде, кез келген адаммен тіл табысуы, өнерінің арқасында көптеген адамдармен араласуы, және де ол өнер адамның өмір сүруіне белгілі бір пайдаларын тигізеді. Яғни белгілі бір өнеріңіз болса, сол өнерді пайдалана отырып сіз өзіңіздің нәпақаңызды таба аласыз. Яғни өнерлі адамның қолы ұзын деген мағынаны беріп тұр. Нүсіпбек Айтұлы ақын 1950 жылы Қытайдағы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аумағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Қартаймайды күн неге, Бір тостаған, Құлан ойнақ тағы басқа кітаптары бар. Келесі тапсырма бізде балалар. Өлеңді түсініп оқы. Өрмекші мен шыбын. Мысал өлең. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші, өрмекшінің өнерін бопты шыбын көрмекші, әдейі іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таң ғажайып өрмекті тамашалап көріпті. Құтты болсын өрмегің, ерен екен еңбегің, үйренейік деп келдім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты, шыбыным, ермек деп жүр мұны кім? Осы өнердің соңында келеді өтіп ғұмырым. Тоқып келем ерінбей, қиындықтан жерінбей, ермектің әр өрнегі төккен маңдай терімдей. Болсаң егер үйренер, күнде біздің үйге кел, ерінбесең алдыңдан есік ашар қилы өнер. Бастамақ боп бұл істі, шыбын дереу кірісті, бірақ көпке шыдамай, бір қонды да бір ұшты. Шошаңдауын қоймайды, оп-оңай деп ойлайды, бір тоқып бір отырып, өрмекпенен ойнайды. Торға шығып ырғалды, бәлеге енді шын қалды, шатасты да маталды, шықпастай боп шырмалды. Өлеңнің авторы Несіпбек Айтұлы. Бұл жерде балалар бізде бірнеше сөздер берілген, сол сөздердің не мағына беретінін оқып көрейік. Ермек сөзі бұл жерде алданыш, уақыт өткізу деген мағынаны береді. Ғұмыр ол өмір, қилы, әртүрлі, алуан деген сөздерді білдіреді. Анықта. Екінші сұрақтар бойынша өлеңнің мазмұнын әңгімеле. Мысал өлеңдегі оқиға қалай басталады? Бұл жерде балалар өрмекші өзінің торын құрып жатқан кезде шыбын келеді, Оқиға әрі қарай қалай дамыды дейді. Шыбын келеді. Шыбын келіп өрмекшіге айтады, істейтін ешқандай ісім болмағаннан кейін саған келдім. Яғни сенің осы құрып жатқан торыңды үйреніп алайын дедім. Ешқандай істейтін ермегім жоқ деді, Содан кейін өрмекші айтады, саған бұны ермек деп кім айтты? Осы торға бүкіл ғұмырымды арнап келемін. Егер үйренем десең, онда біздің үйге кел деп шақырады, Оқиға қалай аяқталады? Оқиға сөйтіп шыбын барады, барып
тор құрады, бірде отырады, бірде тұрады. Сөйтіп жүріп шыбынның іші пысады, солай жүрген кезінде ол қайтеді? Ары секіріп, бері секіріп жүрген кезде торға түсіп қалады, Осымен біздің жаңағы өлеңімізде аяқталады. Мазмұндау. Мәтінді оқып, түсініп, мазмұнын айтып беру. Мазмұндау барысында мәтіндегі негізгі ой ашылуы керек. Мазмұндаудың бірнеше түрі бар. Толық мазмұндау дегеніміз мәтінді авторлық нұсқаға мейлінше жақын етіп мазмұндау. Қысқаша мазмұндау. Мәтіндегі ең маңызды тұстарды өз сөзімен қысқартып айту. Шығармашылық мазмұндау. Бірінші жақтан айтылған оқиғаны екінші немесе үшінші жақта өзгертіп баяндау. Мәтінді сахналау, сөзбен сипаттау, оқиғаның дамуын болжап, өзгертіп, тағы басқа мазмұндауды айтады екенбіз. Бағала. Үшінші, шыбынның қай сөзі өрмекшіге ұнады? Мәтіннен шыбынды сипаттаған сөздерді, етістіктерді, яғни тауып жазуымыз қажет. Шыбын. Бір қонды да бір ұшты. Өрмекпенен ойнады. Торға шығып ырғалды. Шошаң дауын қоймады. Мінекей балалар, біз шыбынның осындай іс-әрекеттерін сіздерге тауып жазып қойдық. Енді шыбынның қай сөзі өрмекшіге ұнады? Жаңағы торды құрамын, мен де үйренемін деген, яғни алдыға қарай мақсат қойған, талпынған сөзі бізде өрмекшіге қатты ұнады, Үшінші тапсырманы сіздермен осылай аяқтадық, балалар. Келесі бізде берілген тапсырманы орындайық. Ол салыстыр. Өрмекшінің өнері суреттің қай кәсіп түріне ұқсайды дейді. Өрмекшінің өнері балалар бізде кілем тоқуға, одан кейін осы ағаштан сабаннан неше түрлі себет құрауға, және де жіптен жаңағы неше түрлі киімдерді тоқуға тоқиды, соларға біздің осы өрмекшінің торы қатты ұқсайды екен. Келесі тапсырма бізде балалар 5-ші тапсырмаға көшеміз. Мысалдағы өрмекші қай жануарға ұқсас екенін түсіндір дейді. Мұнда бізде балалар ара, дельфин және де аю берілген. Бізде ара жәндіктер, ал су жануары бізде дельфиндер, ал аю бізде жабайы жануарға жатқызылады. Бұл жерде үшеуі де бізде өз тамақтарын өздері табады, және де өз ұяларын өздері жасап жүрген жануарлар қатарына жатқызылады. Бұл жерде бізде осы ара өз ұясын өзі жасап, өз тамағын өзі сол ұясында жейді екен. Яғни біздің өрмекші осы ара, яғни ара жәндіктеріне ұқсас болып келеді екен. Қорытындыла. 6-шы тапсырма. Мысал өлеңдегі негізгі ойды білдіретін шумақты тауып оқы. Мысал мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Шошаң дауын қоймады, оп-оңай деп ойлады. Бір тоқып бір отырып, өрмекпенен ойнады. Мінекей балалар, бұл жерде біздің шыбынның осы өрмекшінің торына қарап жасалу жолы өте оңай екен деп ойлаған, бірақ та ол осы өрнектің артында қаншама еңбек пен қаншама тердің жатқандығын сол кезде ғана түсінді. Жоспар құруымыз қажет, балалар. Мінекей біз сіздерге жоспарды үлгісін құрып қойдық. Бұл өрмекке қызыққан шыбын, бірінші, екінші шыбынның өрмек тоқуды үйренуі, және үшінші шыбынның өрмекке шырмалуы. Мінекей балалар, осылай біз жаңағы өлеңге жоспар құрсақ болады екен. Осымен біздің балалар берілген сабағымыз аяқталды. Тапсырмалардың барлығын сіздермен бірге орындадық. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.